Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге ағылшын тіліндегі сөздік қорларыңызды дамытуға байланысты көптеген сөздермен таныстыратын боламын. Ең алғашқы сөз adventure. Adventure дегеніміз бұл шытырман оқиға деген мағынаны білдіреді. Астында жазып қойған an adventure is a fun or exciting thing that you do. Яғни бұл көңілді немесе қызықты, яғни сен жасағың келетін сондай оқиғаларды білдіреді деп жазып қойған. Келесі сөз approach. Approach деген сөз қазақша бір нәрсеге жақындау немесе жақын келу деген мағынаны білдіреді. To approach something means to move close to it. Яғни бұл жерде бір нәрсеге жақын қозғалу деген мағынаны білдіреді деп жазып қойған. Мысалға назар аударайық. The boy approached his school. Бала өзінің мектебіне жақындады деп аударылады. Келесі сөз carefully. Carefully дегеніміз мұқият деген мағынаны білдіреді. Негізінен careful дегеніміз сын есім болып табылады. Оған lay деген жалғау жалғанса, ол үстеу қызметін атқарып кетеді. The baby carefully climbed down the stairs. Бала баспалдаққа мұқият өрмеледі. Яғни climb дегеніміз өрмеледі деген мағына болғандықтан, біз баспалдаққа мұқият өрмеледі деп аударамыз. Келесі сөз chemical. Chemical дегеніміз химиялық деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз create. Create дегеніміз бір нәрсені ойлап табу деп аударылады. To create means to make something new. Яғни бір нәрсені жаңадан жасау деп жазып қойған. Астындағы мысалға назар аударатын болсақ, she created an igloo from blocks of snow. Ол қардың блоктарынан қар үй ойлап тапты деп аударылады. Келесі сөз evil. Evil дегеніміз жауыз бейне деп аударылады. Evil describes something or someone, bad or cruel, not good. Evil дегеніміз бір нәрсені немесе бір адамды жаман немесе жақсы емес қылып сипаттайды. The evil figure scared us all. Жауыз бейне біздің барлығымызды қорқытты деп аударылады. Келесі сөз experiment. Experiment дегеніміз тәжірибе деп аударылады. An experiment is a test that you do to see what will happen. Яғни бұл жерде эксперимент дегеніміз тест, яғни сен нәтижесін көргісі келетін іс-әрекетті эксперимент деп атаймыз деп жазып қойған. The student did an experiment in science class. Студент класста эксперимент жасады деп аударылады. Келесі сөз kill. Kill дегеніміз өлтіру деген мағынаны білдіреді. To kill someone or something is to make them die. Яғни өлтіру дегеніміз біреуге немесе бір нәрсеге өлім әкелу деп айтамыз деп жазып қойған. Мысалға назар аударайық. I killed the fly with a fly swatter. Мен шыбынды шыбын өлтіргішпен өлтірдім деп аударылады. Келесі сөз laboratory. A laboratory is a room where scientists works. Лаборатория дегеніміз ғалымдар жұмыс істейтін бөлме деп жазып қойған. My mother works in a laboratory. Менің анам лабораторияда жұмыс істейді деп аударылады. Келесі сөз laugh. Күлу деп аударылады. Мысалға назар аударатын болсақ, the sound of their laugh filled the room. Олардың күлген дыбыстары бөлмені толтырды деп аударылады. Яғни filled дегеніміз толтырды деген мағынаны білдіреді. Міне достар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге бұл сөздер түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.